Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге алма қосып пісірілген пирогтың рецебімен бөлісемін. Ол үшін бізге астық, секер, сүт, сары май, жұмыртқа, корица ұнтағы, қопсытқыш және салмасына 2 алма қажет. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға аз-аздан секер сала отырып миксерлейміз. Үстіне сүт қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ең соңынан жұмыртқа салып миксерлеп алдым. Ұнға қопсытқыш, корица ұнтағын салып, електен жақсылап өткізіп аламыз. Миксердің ең төменгі скоростымен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Форманы майлап, астық сеуіп шықтым. Енді үстіне тестомызды құйып шығамыз. Барлығын толықтай құйып шықтым. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін алманың қабығын ашып аламыз. Алманың ортасындағы дәнектерін алып тастадым. Енді орташа бөліктерге кесіп шығамыз. Алманың барлығын тесттің үстіне орналастырамыз. Пирогты 180 градуста 10 минут, сосын пешімізді 160 градусқа азайтып, әрі қарай 35-40 минут пісіріп шығамыз. Пирогымыз дайын, кесіп көрейік. Дәмін көрейік. Өте керемет шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет.